Баршаға сәлем. Бүгін 159 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бұл сабақта біз өзіміздің жетістіктерімізді тексереміз. Бірінші тапсырма білу. Мен 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік қағаз ақшаларды ажыратуды және түрліше төлем жасауды білемін. Міне болды. 5000 теңге, 1000 теңге және 2000 теңге сатып алды. 1000 теңгеден 3 қорап вафли және сатып алды. 150 теңгеден 3 шоколад және сатып алды. 92 теңгеден 4 пирожный. Сонда қанша қалды деп тұр. Дәптерге осылай орындадық. Болды 5000 теңге сатып алды. 1000 теңгеден 3 қорап вафли қалды неше теңге? Шешуі 5000 теңгеден азайтамыз. 1000 көбейту 3-ті, яғни 3000 теңгеге сатып алды. 5000 теңгеден 3000 теңгені азайтсақ 2000 теңге қалады. Жауабы 2000 теңгесі қалды. Екіншісінде 1000 теңгесі болды. Сатып алды 150 теңгеден 3 шоколад қалды неше теңге? 1000 теңгеден 150-ді 3-ке көбейтеміз, 450 теңге болады. 1000-нан 450-ді азайтатын болсақ 550 теңге. Жауабы 550 теңге қалды. Үшінші 2000 теңгелік болған. Сатып алды 92 теңгеден 4 пирожный қалды қанша теңге? Енді 2000 теңгеден азайтамыз. 92 көбейту 4-ті 368 болады. 2000-нан 368 азайтсақ 1632 теңге. Жауабы 1632 теңге қалды. Екінші тапсырма түсіну. Мен сандар жиынының ішкі жиындарын элементтерінің берілген немесе өзім анықтаған қасиеттері бойынша құруды түсінемін. Бізге жиындар берілген: А жиыны, Б жиыны және С жиыны. А жиыны 10, 20, 30, 40, 52 нөлмен аяқталатын екі таңбалы сандар 50-ге дейінгі. Және Б жиынында соңы 5-пен аяқталатын екі таңбалы сандар жиыны 15, 25, 35, 45, 55. Ал С жиынында 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 бар. Яғни А және Б жиындағы барлық екі таңбалы сандар бар екен. Жиындардың қайсысы ішкі жиын болады? Эйлер-Вен диаграммасын сыз және оған әрбір жиынның элементтерін жаз. Дәптерге осылай жазып аламыз: А жиыны, Б жиыны, С жиыны деп. Және А және В жиындары С жиынының ішкі жиыны болады. Эйлер-Вен диаграммасын сыздық. Міне С жиынын сыздық және оның ішіне А жиынын берілген жиындарын жаздық және Б жиынның берілген жаздық. Бұл екеуі де С жиынына тиісті болады. Үшінші тапсырма қолдану. Мен 2-3 амалмен орындалатын есептерді шығара аламын. Саябақтағы орындықтарды бояу үшін 5 килограмдық 45 банка көк түсті және 3 килограмдық 60 банка жасыл түсті бояу сатып алынды. Барлығы неше килограмм бояу сатып алынды? Көк бояу 5 килограмдық 45 банка, жасыл бояу 3 килограмдық 60 банка. Барлығы неше килограмм бояу? Шешуін табу үшін біз өрнек құрастырамыз. 5-ті 45-ке көбейтіп және 3-ті 60-қа көбейтіп, екеуін қосамыз. Қоссақ 405 шығады. Демек, жауабы барлығы 405 килограмм бояу сатып алынды. Алтыншы тапсырма талдау. Мен есепті шығаруда шамалар арасында тәуелділікті пайдалана аламын. Міне бұл жерде кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар деген. Бір затқа жұмсалған шығын бірдей екен. Заттардың саны біріншісінікі белгісіз, бірақ жалпы шығын 270 сантиметр екен. Ал екіншісінің саны 6 дана екен. Жалпы шығын 540 сантиметр екен. Мұны да есеп құрастырдық. Ақ костюм бірдей сантиметрден неше дана екені белгісіз, бірақ жалпы шығын 270 сантиметр. Ал қара костюм бірдей сантиметрден 6 дана, жалпы шығын 540 сантиметр. Біз бірінші бұны табу үшін бір затқа жұмсалған шығынды табу үшін 540-ты 6-ға бөлеміз. 540-ты 6-ға бөлсек 90 сантиметр, бұл бір затқа жұмсалған шығын. Демек, бір костюм тігу үшін 90 сантиметр керек екен. Енді ақ костюм қанша дана тіккенін табу үшін 270-ті 90-ға бөлеміз, 3 дана шығады. Демек, ақ костюмнен 3 дана тігіпті. Екінші тәсілде өрнек бойынша көрсетік. 270-ті бөліп, 540-ті 6-ға бөлдік. Сонда 3 шығады. Жауабы 270 сантиметр матадан 3 ақ костюм тігілді. Бесінші тапсырма жинақтау. Мен барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептерін шешуін теңдеу түрінде қалай үлгілеу керектігін білемін деп. Тірек сөздердің көмегімен теңдеу бойынша есеп құрастырамыз. Міне x минус 30 тең 40 берілген.
Бұл жерде теңдеу беріліп тұр. Демек, әкелінді қанша, сатылды не, қалды қанша, солардың барлығын біз жазуымыз керек. Демек, бұл жерде жазып аламыз. Әкелінді x килограмм, сатылды 30 килограмм, қалды 40 килограмм. Енді теңдеуді орындаймыз. X-тен 30 алатын болсақ 40 шығады. Демек, X-іміз белгісіз, оны табу үшін 40-қа 30-ды қосуымыз керек. X 70-ке тең болады. Тексеріп көрсек, дұрыс орындалды. Демек, бұл жерде жауабы біз, мысалы, килограмм қияр әкелді деп есептейік. Жауабы 70 килограмм қияр әкелінді. Соңғы тапсырма бағалау. Мен жанама түрде тұжырымдалған есепке өрнектің дұрыс құрылғанын тексере аламын. Есепке сәйкес келетін өрнекті таңда. Анасы 12 литр айран сатып алды. Бұл шұбатқа қарағанда 2 есе артық. Анасы барлығы неше литр сүт өнімін сатып алды. Міне бұл жерде анасы 12 литр сатып алса, шұбатқа қарағанда 2 есе артық екен. Демек, шұбат одан 2 есе кем. 12-ні 2-ге бөліп табуымыз керек. Сонда барлығын табу үшін екеуін қосуымыз керек. Мына жердегі өрнек, мына бірінші өрнек осы есепке сәйкес келетін өрнек болып табылады. Есептің қысқаша берілгенін жазып аламыз. Айран 12 литр, бұл 2 есе артық шұбаттан. Ендеше бірінші тәсіл бойынша орындаймыз. 12-ні 2-ге бөлсек 6 литр шығады. Бұл шұбат. Шұбат 6 литр екен. Ал айран 12 литр екен. Екеуін қосатын болсақ 18 литр шығады. Екінші тәсіл, бір өрнек, бағана кітаптағы берілген өрнекті таңдап жазып алды. 12 қосып 12 бөлу 2 тең 6-ға қоссақ 18 литр. Демек, жауабы анасы барлығы 18 литр сүт өнімін сатып алды. Осымен бүгінгі 159-шы сабақтың барлық тапсырмалары орындалды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.